Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ешкілер туып жатыр. Мына қара ешкі туды. Мына Настя, ана көк лақ туды. Міне қараның лағы мынау. Бұл 2 күн болды туылғанына. Ұрғашылақ. Мына Катя мен мына қара ешкі енді туады. Настяның лағы мынау. Бұл Настя лағына онша қарамай жатыр. Оны қазір қолмен ұстап емізем. Мына көк міне өзі сияқты кішкентай лақ туды. Бұл да ұрғашы. 3 лақта ұрғашы. Бір-біреуден туды. Мына көк бірінші тума болса да лағына жақсы қарап жатыр. Мына Настя 2-ші тума. Бірақ бұл лағына қарамайды. Мына қозыл қойды сөйтіп қарамаған. 3-4 күн ұстап еміздім. Күніне 3 мезгіл сөйтіп алып кетті. Енді мынау да сөйтіп алып кететін шығар. Мына лақ пен мына лақ кеше туылған. Қазір енді Настяны ұстап емізем. Мына лағы қазір ұстап емізем. Міне ұстап емізіп жатырмын. Өзі еміздірмейді. Осылай күніне 3 рет емізем. Лағы жақсы емет. Лағын неге алмаған білмедім. Мына лақ жақсы. Уже ойнап жатыр. Үстіп тойғанша емізем. Өзі алып кеткенше. Кішкентай көк лақтың лағы. Көк ешкінің лағы.
көк лақ бірінші тума болса да жақсы қарайды лағына. Настяны лағы маңырап атса, бұл да маңырап атыр. Өзінің лағы екенін біліп тұр ау деймін. Қазір бұл Настяны лағымен алып қалам. Қалғандардың барлығын Машпаяға жіберем. Настя мен лағын екеуі бір-біріне үйрену үшін алып қалам. Настяға жем шөп берем. Бұлардың лақ туып жатыр. Сол үшін жемдерін көбейттім. Алтауына, алты басқа да ірі. 2 тостағы жем беріп жатырмын. Сосын мыналардың да жемін көбейттім. Бұларға 1,5 тостақ жем беріп жатырмын. Настя мен лағын алып қалдым. Осылар осы жерде тұрады. 1-2-3 күн. Мыналарды Машпаяға мынаны көтеріп апарам. Сен түсе. Так, бұны да түсіріп жіберейік. Түсамайды. Енді олар Машпаяға кетеді. Ал келесі кезгенше сау болыңыздар. Мына қойлар. Бұл жерде 170 қой қалды. Яқта бір лақ туыпты. Так, бұл біреудікі. Қазір еге салып кетеді. Так, мынау, мынау, мынаң мамасы. Мал туып жатыр.